болып депутаттықта отыр. Сондықтан Санжар Бұқаев, Әділетхан Молдахан, тағысын тағы. Қайырлы таң қазақ елі қалдарыңыз қалай? Мына бір пікірге өзімнің толық пікірімді айтқым келіп отыр. Бұл пікір заңгер блогер Әділетхан Молдаханның кешегі күнгі жауапкершілікке тартылып қамалуына байланысты қалдырылған пікір. Өте дұрыс, мен де солай ойлаймын, 100%, тем более мен қой дейді. Енді еліміздегі болып жатқан әрбір жағдайға өзіміздің көзқарасымызды білдіріп анализ жасайтын болсақ, елімізде осындай халықтың алдында танымалдылық танытып жүрген заңгердің, блогердің, ақынның, журналистің іс-әрекетіне қарай отырып, менің айтқым келгені бұл жобалар мемлекеттің, үкіметтің, қылмыскер үкіметтің кезекті қойылымы деп айта аламын. Себебі бізде бір жыл бұрын утилизбор уақытысында, утилизборды көтерген уақытта Санжар Бұқаев және ақтөбелік Еркебұлан деген жігіт, және қызылордалық жігіт, және пәленбаймын қазақтың жігіттері осы утилизборды алдырамыз деп үлкен күресті жасады, петиция жасады. Сол кезде Санжар Бұқаев кішкене қысымға алынып, шетелге қашып кетіп, қайта келгенде күні кеше ұсталып, қазір қамақта жатыр. Бұл ойын. Ал сол Санжар Бұқаевтың оң қолы болып жүрген Еркебұлан, құрметті қазақ елі, қазір қайда? Ол да дәл осындай Әділетхан Молдахан секілді, Санжар Бұқаев секілді, тағысын тағы халықтың алдында танымалды болып, халықтың көңілінен орын алған белсенді блогер, журналист секілді 15 күнге қамалып, Еркебұлан утилизборды көтерген. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласының бір депутаттық орынды иемденіп, бір рет сотталып шықты. Сөз жоқ, 15 күнге. Бірақ қазіргі таңда кожаный креслоның иесі болып депутаттықта отыр. Сондықтан Санжар Бұқаев, Әділетхан Молдахан, тағысын тағы халықтың алдындағы жүріп, журналист болып жүргендер, заңгер болып жүргендер, барлығы осы қылмыскер жүйенің қылмысын бірге жасап, халықтың көңілін аулап жүргендер. Мен сенбеймін. Себебі, егерде шынайы қылмыскер болса, шынайы заңды бұзатын болса, Еркебұлан дәл Марат Жыланбаев секілді, журналист Әйгерім Тілеужан секілді, журналист Думан Мұхаммед-Кәрім секілді қылмыскер болмаса да, мына жүйенің жаласынан 7 жыл уақытын түрмеде өткізер еді. Сондықтан Еркебұлан утилизборды көтерген жігіт 15 күнге қамалып, ол көзбояушылық. Халықтың алдында, утилизборды көтерген Еркебұлан қоғамның тыныштығын бұзды, үкіметтің тыныштығын бұзды деп 15 күн қамап, ол кісіні 15 күннен кейін шығарып, қазір арманы сол депутаттық мансапқа депутат болып отыр Ақтөбеде. Сол секілді жаңағы Санжар Бұқаевтарыңызда ұзаққа бармайды. Дәл Марат Жыланбаев, Думан Мұхаммед-Кәрім, Әйгерім Тілеужан секілді 7 жылға олар сотталмайды, потому что олар жасанды қылмыскерлер болып отыр. Ал нағыз қылмыскер деп тапқандарды Тоқаевтың жүйесі кемінде 7 жылға сотта жіберіп жатыр. Сондықтан Санжар Бұқаевыңыз да шығады, Әділетхан Молдаханыңыз да шығады, және бұдан кейін 15 күнге сотталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылып, талай көз алдыңыздағы жүрген, жанашырлық рөлін ойнап жүрген заңгеріңіз, белсендіңіз, ақыныңыз, жаңағы әншіңіз